Сәбіздің пайдасы бұған дейін басқа да көкөністердің пайдасын кеңінен айтып өткен едік. Адам өмірі үшін аса бағалы дәрумендер мен минералды заттарға бай тағы бір өсімдік сәбіз. Достар, каналға жазылып қолдау білдіріп лайк басып кетіңіздер. Жыл соңына дейін 300 мың тіркелушіге жеткізейік. Қазақ тілді арнаның дамуына бірге үлес қосайық. Ендеше кеттік. Сәбіздер бұл қолшатыр тұқымдасының 2 жылдық зауыты. Ол өзінің алғашқы жылында тамыр дақыл мен жапырақтардың розеткасын жасайды. Ал екінші жылы тұқымдық бұта мен тікелей тұқым. Бұл көкөніс бүкіл әлемде кеңінен таралған. Ал ең көп таралған сәбіз ол қатты ағашты сарғыш немесе ақшыл түбірі бар өсімдік. Сәбіз әр түрлі тағамдарға жағымды дәм мен әдемі түс береді. Оларды шикі түрінде де өңдеуге де болады. Соның ішінде көкөніс шырыны. Сәбізде дәрумендер, минералдар мен диеталық талшықтар көп болғандықтан бұл өнім халықтық медицинада қолданылды. Бірақ шын мәнінде сәбіздің пайдасы мен зияны қандай? Көптеген адамдар оның оң қасиеттері туралы ғана біледі және кейбір аурулар кезінде бұл көкөністің денсаулық жағдайын нашарлататынына таң қалуы мүмкін. Сәбіздің адам ағзасына әсері туралы айтайын. Сәбіз А дәрумені, калий тұзы мен каротинге бай өсімдік. Ағзадағы тұзды судың айналасын реттеп, судың денеден бөлінуін қамтамасыз етеді. Пайдалы қасиет сәбіз шырынында көбірек сақталады. Сондықтан да оны кішкентай бөбектер, болашақ және бала емізетін аналар, асқазан бүйрек, жүрек қант диабеті ауруына шалдыққан жандардың көбірек пайдаланғаны жөн. Ересек адам күнде 1 стақан сәбіз шырынын пайдаланса, әбден жеткілікті. Тек сәбіз шырыны тұрып қалмау керек. Ұзақ тұрып қалса, шырынның сапасы өзгеріп, емдік қасиеті жоғалады. Сәбіздің ағзаға берер пайдасы халыққа ертеден ақ белгілі. Ежелгі Русь елінде сәбіздің көмегімен тыныс жолдарын, жүрек бауырды емдеген. Қазіргі таңда ғалымдар сәбіздің құрамындағы әрбір дәруменге кеңінен тоқталып, оның емдік қасиеттерін тарқатып айтуда. Сәбіз құрамындағы А дәрумені адамның бойын өсіреді, көру қабілеті мен теріні жақсартуға ықпал етеді. Бұл дәрумен жұмыртқа, бауыр және сүт өнімдерінде кездеседі. Сондықтан да сәбізді осы тағамдармен бірге пайдаланса болады. Сәбізді қаймақпен араластырып пайдаланса, оның құрамындағы каротиннің едәуір бөлшегін адам ағзасы өзіне оңай сіңіре алады. Еуропа елдерінде сәбізді балмен араластырып сақтайды екен. Мерекелік басқосуларда еуропалықтар бір-біріне балда сақталған сәбіз сыйлайды екен. Бұл денсаулығың мықты болсын деген ниеттің белгісі. Сәбіздің құрамында каротиннен бөлек адам ағзасына сіңгенде глюкозаға айналатын 6 және 8% қант бар. Ол көбіне сәбіздің сыртқы жұқа қабығында сақталады. Ал ортаңғы өзегі аскорбин қышқылы мен В дәруменіне бай. Сәбіз қаны азайған адамдарға өте пайдалы. Оның құрамындағы фолий қышқылы қанның қызыл түйіршігі эритроцитке тез айналады. Бұл қышқыл картоп пен ас бұршақта да кездеседі, бірақ оны көбіне қайнатып барып пайдаланамыз. Ал сәбіз шикі күйінде де дәмді. Басқа өсімдіктер сияқты сәбізде де минералды заттар көп. Соған орай бүйрегі, жүрегі, қан тамырлары ауыратын адамға сәбіздің пайдасы мол. Сәбізді көптеген тағам түрлеріне қосып әзірлеуге болады. Сәбізді тері күтіміне пайдалануға да болады. Дәрумендерге бай сәбізден жасалған маска терінің табиғи қалпын сақтауға, тартылып тазаруына ықпал етеді. Күйік шалғанда үкіштен өткізілген сәбізді жарасыз заттарға басса, теріде күйік ізі қалмайды. Сәбіз тарихына келсек, біз үйреніп қалған қызғылт сары сәбіз әрқашан мұндай бола бермейді. Ауғанстан оның отаны болып саналады. Бұрын ол күлгін түсті және мұндай айқын дәмге ие болмады. Сәбіздің бар екендігі 4000 жылдан астам уақыт бұрын белгілі болды. Содан кейін ол тамыр дақыл үшін емес өсірілді. Ол кезде тек шырынды шыңдар мен тұқымдар пайдаланылды. 17 ғасырда іріктеу нәтижесінде бізге таныс сәбіз пайда болды. Сәбіз денсаулықпен гүлденудің көкөнісі болып саналды. Әйелдер тіпті шляпаларын оның үстіңгі жағымен безендірді, ал Португалияда тамыр дақылынан жем жасау идеясы пайда болды. Сәбіздің әр түрлі түстердегі 60-тан астам түрі бар. Олар қызғылт сары, қызыл қара сары, ақ және күлгін. Сәбіз біздің көзімізге қажет. Көзге А дәрумені қажет.
Сондықтан біз сәбіздің көру қабілетіне және көздің денсаулығын сақтауға жақсы әсер ететіні туралы көп естиміз. Бета-каротиннің жетіспеушілігі көптеген көз ауруларына әкеледі. Олардың ішінде ең жиі кездесетінін атап өтуге болады. Нашар жарықта немесе қараңғылықта нашар көру арқылы көрінетін миопия немесе түнгі соқырлық. Мұндай көз ауруларының алдын алу және одан құтылу үшін көз торының жұмысын қалыпқа келтіре үшін күн сайын шамамен 100 грамм сәбіз жеу ұсынылады. Жүрек тамыр жүйесінің жағдайын жақсартады. Шикі сәбізді жей отырып сіз қандағы холестерин деңгейін қалыпқа келтіре аласыз. Бұл жүрек пен қан тамырлары ауруларының тамаша алдын алады. Көптеген зерттеулер барысында апельсин түбірінің көкөністерін үнемі қабылдау миға қан беруді жақсартады. Демек, инсульт қаупін 70%-ға дейін төмендететіні дәлелденді. Сәбіздің қан тамырларына пайдалы әсері оның құрамындағы калиймен дәлелденген. Ал анемияны емдеуде көкөніс темірдің арқасында тиімді. Сәбіз жоғары қан қысымы, варикозды веналар, инсульттан кейінгі қалпына келтіру кезеңі, қант диабеті, атеросклероз және қан тамырлары мен жүректің басқа да көптеген проблемалары бар гипертониялық науқастарға пайдалы. Сәбіз ас қорыту процестерін қалыпқа келтіреді. Көмірсулар алмасуының бұзылуы мен олар ағзаға еніп, бүйірлерге орналасқанда целлюлит пайда болады. Сәбіз бұл проблемадан аулақ болуға көмектеседі. Себебі оны ағзада жиі қолданудың арқасында көмірсу алмасуы қалыпқа келеді. Тағамның ас қорыту процестері тұрақтандырылады. Асқазан ішек жолдары бездерінің жұмысы мен ішек қабырғаларының жиырылуы күшейеді. Апельсин жемісінің құрамында талшық көп болғандықтан, бұл көкөніс семіздікке шалдыққандарға ұсынылады. Сәбіздің геморройға, қышқылдығы төмен гастритке, ұйқы безінің аурулары мен іш қатуға пайдасын атап өтуге болады. Ол денеден ауыр металдардың тұздарын, шлактар мен токсиндерді шығарады. Сонымен қатар, сәбіз тәбетті жақсартады. Ішектің қалыпты жұмысын сақтау өте маңызды. Себебі бұл адам өмірінің сапасына үлкен әсер етеді. Сәбіз бауыр мен бүйректі тазартады. Олардың жасушаларын жаңартады. Сәбіздің диуретикалық және холеретикалық әсеріне байланысты оны бүйрек пен қуықтағы құм мен тастарды кетіру үшін қолдануға болады. Бұл көкөніс тас ауруының алдын алу үшін де жақсы. Сәбізді рационға қосу жүрек пен қан тамырларының, сонымен қатар терінің жағдайын жақсартуға көмектеседі. Бұл көкөністің көмегімен жастықты ұзартуға болады. Сәбіз негізінде бет маскасы мен басқа косметикалық құралдар жиі жасалатыны тегін емес. Бұл әжімдердің пайда болуын болдырмауға көмектеседі. Теріні нәрлейді және оны әдемі және серпімді етеді. Егер сіз жарақат алсаңыз, сізде тері бетінде іріңді жаралар, күйіктер немесе жаралар болса, сәбізден ауруды басатын гриль жасаңыз. Сәбіз шырынын өз кезегінде жараларды жууға қолдануға болады. Сәбіз жүйке жүйесін нығайтады. Депрессия мен невроз кезінде дәріханада сатып алынған химиялық препараттарды қабылдауға асықпаңыз. Тыныштандыратын әсері бар жаңа сығылған сәбіз шырынын ішкен дұрыс. Бұл жемістің көмегімен сіз өнімділікті жақсарта аласыз. Шамадан тыс шаршауды кетіре аласыз. Денені энергиямен қанықтырасыз. Сәбіз иммундық жүйені күшейтеді. Сәбіз әсіресе суық тию мен жұқпалы аурулар кезінде қолдануға ұсынылады. Себебі олардың құрамында С дәрумені бар. Дененің вирустарға қарсы қорғанысын күшейтеді. Ерлер мен әйелдердің денсаулығына пайдалы. Сәбіз шырыны күшті физикалық жүктемеден кейін күшті қалпына келтіреді. Жүкті және емізетін аналарға емшек сүтінің сапасын жақсарту мақсатында сәбіз шырынын алу тиімді. Сондай-ақ сәбіз әйел жыныстық гормондардың теңдестірілген өндірісіне кепілдік береді. Жастықты, сұлулық пен фигураны сақтайды. Сәбіз балалардың денесін қабынудан және вирустардан қорғайды. А дәрумені жас дененің белсенді өсуіне ықпал етеді. Сәбіз жейтін балалардың сүйектері мен тістері мықты болады. Айта кету керек, кейбір көз проблемалары мысалы миопия бала кезінен дамиды. Сондықтан осы көкөністің арқасында мұндай аурулардың алдын алуға болады. Сәбіз тыныс алу мүшелерінің ауруларын емдеуге көмектеседі.
Фитонциттердің мазмұны сәбізді созылмалы бронхитке, бронх демікпесіне, туберкулезге, қатты жөтелге, пневмонияға және дауыстың қарлығуына қарсы тиімді етеді. Бұл көкөністің жемістері құрғақ жөтел мен қақырықты және қақырықты арттырады. Сәбіз ауыз қуысының қабынуы мен стоматитке көмектеседі. Мұндай проблемалар туындаған кезде бактерияға қарсы әсері бар сұйытылған сәбіз шырынын ішу қажет. Сәбіздің гельминтке қарсы қасиеттері бар. Сондықтан сәбіз құртқа қарсы тамаша құрал болып саналады. Кальцийдің арқасында шашты, сүйектерді және тырнақтарды нығайтады. Құрамында антибиотиктер бар, дәрілердің уытты әсерін төмендетеді. Витаминдердің теңдестірілген құрамы сәбізді витамин жетіспеушілігі мен гиповитаминоздың алдын алу мен емдеуге тиімді етеді. Ас қорыту жолдарының жұмысын жақсартады. Жеміс ас қорытуға оң әсер етеді. Сәбізде басқа да көкөністер сияқты ас қорыту жолдарының қалыпты жұмыс істеуі үшін қажетті талшық бар. Түбір көкөніс диетасын дәрігерлер қосымша терапия ретінде ұсынуы мүмкін, қан тамырларына жақсы әсер етеді. Сәбізді үнемі тұтыну жүрек тамыр жүйесіне пайдалы әсер етеді. Көкөніс холестерин деңгейін төмендетуге көмектеседі және қан тамырларының серпімділігін жақсартады. Сәбізде калий бар. Бұл вазодилататор және қан қысымын төмендетуге көмектеседі. Сәбіз арықтауға көмектеседі. Сәбізді жеу тез қанықтыруға келеді. Көкөністерді жегеннен кейін аштық сезімі келесі бірнеше сағатта пайда болмайды. Нәтижесінде адам тамақты аз жейді. Күнделікті диетадағы калория мөлшері азаяды. Сәбіз сүйектің беріктігін арттырады. Тамырында Q2 дәрумені бар. Ол сүйек метаболизміне жауап береді және кальцийдің шайылуын болдырмайды. Нәтижесінде остеопороз қаупі төмендейді. Бұл әсіресе менопаузадан кейінгі қарттар мен әйелдер үшін өте маңызды. Енді сәбіздің зияны туралы айтамын. Сәбіз мүлдем зиянсыз деп сену ақымақтық болар еді. Адам ағзасына зиянды әсер етпейтін тамақ өнімдері әлемде жоқ. Сонымен сәбіздің зияны қандай? Сәбіз асқазанның қышқылдығын арттырады. Осы себептен жоғары қышқылдығы бар гастритпен ауыратын науқастар бұл көкөністі тұтынуды қатаң түрде шектеуі керек. Сондай-ақ сәбізді қабылдаған кезде сіз аш ішектің қабынуынан, асқазан мен 12 ішектің ойық жарасынан зардап шегетін адамдарға абай болуыңыз керек. Сәбіз артық тамақтану жанама әсерлер туғызады. Сәбізді шамадан тыс қабылдау ұйқышылдық, летаргия, жүрек айну, құсу және бас ауруының көрінісімен қауіпті терінің сарғаюын тудырады. Ене каротиннің артық мөлшерін витаминіне өңдей алмайды. Әсіресе баланың денесі. Осыған байланысты артық тамақтану кезінде терінің сарғаюын байқауға болады. Оны каротинді сарғаю деп те атайды. Және бүйрек қызметі бұзылған адамдарға ұсынылмайды. Сәбізде калий көп, егер бүйрек дұрыс жұмыс істемесе, оның артық мөлшері ағзаға жиналады. Достар, сәбіздің пайдасы мен зияны туралы кеңінен айттым. Лайкты басып каналға тіркеліп кетіңіздер. Әр қашан дұрыс тамақтанып денсаулықты қорғап жүрейік. Сіздермен болған адам және организм каналы. Келесі видеода көріскенше.